тамаша. Қазақтың ұлттық өнерін насихаттайтын арнаға қош келдіңіз. Бүгін сіздерге көп адамның өтініші бойынша қазақтың ең керемет танымал әндерінің бірі Анашым атты танымал әнді домбырада толық тартып үйрететін боламын. Ендеше видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіз. Ал егер сіз менің арнама жаңадан қосылып отырған жан болсаңыз, дәл қазір айта кетейін, видеоның астында тұрған подписаться деген кнопканы басып, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыз. Себебі әр апта сайын мен осылай сіздер өтінген барлық қазақша әндерді ретімен үйретіп, видео сабақтар шығарып отыратын боламын. Барлығын бірінші болып көру үшін жанында тұрған қоңыраушаны міндетті түрде жағып қойыңыз. Дәл қазір сізге осы видео сабақ түсінікті болу үшін мынаны білсеңіз болғаны, жалпы менің түсіндіруім бойынша домбыраның ең жоғарғы жағында тұрған перне бұл 0. Ал мына ақ нүкте тұрған осы бірінші перне деп есептеледі. Яғни осыдан бастаймыз. Ары қарай 2, 3, 4, 5, 6 болып кете береді. Дәл қазір мен сізге 6-ны бас десем 6-ны, 4-ті бас десем 4-ті, 2-ні бас десем 2-ні қатесіз басып отырсаңыз болды. Қалғанын бәрі жаттап аласыз. Сонымен өте оңай. Арнаға тіркелген болсаңыз, ендеше әнді үйренуді бастайық. Ең алдымен әдеттегідей толық тартып көрсетемін домбырада. Мұқият тыңдап отырыңыз. Егер дәл осы керемет әнді сіз де домбырада толық тартып үйренгіңіз келсе, видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіз. Сіз үшін дәл қазір әннің дәптерге жазылған сандық нотасын және толық сөзін көрсетіп өттім. Соған қарап үйренсеңіз де болады. Айта кетейін, және сандық нотасы видеоның астында комментарийді және описаниеде міндетті түрде болады. Соған қарап үйренсеңіз де болады. Ендеше сіздер үшін барлығы дайын. Енді біз жай темппен үйренуді бастайық. Мұқият қарап отырмыз. Бар зейініңізді осыған салыңыз. Ең бірінші шумағындағы өзі 4 қатар бар. Соның бірінші қатарындағы сөздер. Шет жүрсем сағынарым. Осыны домбыраға саламыз. Мұқият қарап отырмыз. Ең алдымен шет деген сөзді айта кетейін, айтпақшы, бұл әннің қағысы былай болады. Төмен, жоғары, жоғары. Осы жай қағыспен үйренеміз бірінші. Өзі жай баяу айтылатын ән болғандықтан осы қағыспен орындасаңыз болады. Төмен, жоғары, жоғары. Үнемі осы 3 қағысты қателеспей қағып отырыңыз. Ендеше бастайық. Шет деген сөзді 6-шы пернені бірінші саусақпен ұстап тұрып, бір қағыс қағып айтамыз. Шет. Келесі жүр деген сөзді 4-ші пернені бірінші саусақпен ұстап тұрып, бір қағыс қағып айтамыз. Жүр. Сем деген буынды енді 2-ші пернені бірінші саусақпен ұстап тұрып, бір қағыс қағып айтамыз. Сем. Келесі са деген буынды енді бірінші пернені бірінші саусақпен ұстаймыз, бір қағыс қағамыз. Са. Келесі ғ деген буынды енді 2-ші пернені 2-ші саусақпен ұстаймыз, бір қағыс қағамыз. Ғ. На деген буынды бірінші пернені бірінші саусақпен ұстап, тағы да бір қағыс қағамыз.
на. Ең соңғы рым деген буынды айтатын кезде ашық ортаға барамыз. Жалпы ол былай болады. Жаңағы төмен жоғары үш қағысты 2 рет ойнаймыз, сонда 6 қағыс қағамыз. Ал егер сіз ортаны ұстай алмайтын болсаңыз, онда жай ғана ашық ешқандай пернені баспай, төмен жоғары үш қағысты 2 рет ойнай саламыз. Сонда 6 қағыс қағамыз. Осылай. Өте қысқа, бірінші қатар осымен аяқталды. Енді түгел тартамыз. Мұқият қарап отырыңыз. Сіздікі де дәл осылай шығу керек. Шет жүрсем сағынарым. Сіз үшін жай тартып көрсеттім. Осылай шықты деген ойдамын. Енді екінші қатарға көшейік. Оның сөздері: жабықсам шағынарым. Осын домбыраға саламыз. Ең алдымен жа деген буынды ашықтан бастаймыз, ешқандай пернені баспай, бір қағыс қағамыз. Жа. Бық деген буынды енді бірінші пернені бірінші саусақпен ұстап тұрып, бір қағыс қағып айтамыз. Бық. Келесі сам деген буынды екінші пернені бірінші саусақпен ұстап тұрып, бір қағыс қағып айтамыз. Сам. Ша деген буынды айтатын кезде қайтадан бірінші пернеге барамыз, бірінші саусақпен ұстаймыз, бір қағыс қағамыз. Ша. Ғ деген буынды айтатын кезде ешқандай пернені баспай, ашық бір қағыс ойнаймыз. Ғ. На деген буынды айтатын кезде енді 9-шы пернеге қарай жылжимыз, оны кішкентай саусақпен ұстаймыз былай. Ал бас бармақ 7-ші перненің жоғары жағында осылай тұрады, бір қағыс қағамыз. На. Рым деген ең соңғы буынды айтатын кезде енді 7-ші пернені 2-ші саусақпен ұстап қаламыз. Бас бармақ онсыз да 7-нің үстінде тұр. Енді осы жерде тұрып, төмен жоғары 3 қағысымызды 2 рет ойнаймыз, сонда жалпы 6 қағыс қағамыз. Рым. Осылай. Екінші қатарда өте оңай, сізге түсінікті болды деген ойдамын. Енді бірге түгел тартып көрсетейін. Жай тартайық. Мұқият қарап отырыңыз. Жабықсам шағынарым. Осылай. Сіз үшін жай тартып көрсеттім. Енді үшінші қатарға көшейік. Үшінші қатарда өте қысқа, оңай, мұқият қарап отырыңыз. Оның сөздері: анашым бір өзіңсің. Осын домбыраға саламыз. Ең алдымен А деген буынды 4-ші пернені бірінші саусақпен ұстап тұрып, бір қағыс қағып айтамыз. А. На деген буынды енді 6-ші пернені бірінші саусақпен ұстап тұрып, бір қағыс қағып айтамыз. На. Шым деген буынды айтатын кезде 7-ші пернені 2-ші саусақпен ұстаймыз, бір қағыс қағамыз. Шым. Келесі бір деген буынды дәл осы 7-тен тағы да тұрып айтамыз. Жаңа қағыстан бөлек тағы бір қағыс қағамыз. Бір. Ө деген буынды айтатын кезде енді 6-ны ұстаймыз бірінші саусақпен, бір қағыс. Ө. Зің деген буынды айтатын кезде тағы да 7-ге барамыз, 2-ші саусақпен ұстаймыз, бір қағыс қағамыз. Зің. Сің деген буынды айтатын кезде енді ең соңғы буын 11-ші пернеге қарай жылжимыз. Мінекей 11-ші перне, оны кішкентай саусақпен ұстаймыз, ал бас бармақ 9-ші перненің жоғары жағында осылай тұрады. Енді осы жерде тұрып, төмен жоғары 3 қағысымызды 2 рет қағамыз, сонда жалпы 6 қағыс қағамыз. Осылай. Жалпы үшінші қатар осымен аяқталды. Түгел тартып көрсетейін, мұқият қарап отырыңыз. Анашым бір өзіңсің.
түсінікті болды деген ойдамын. Келесі ең соңғы 4-ші қатарға көшейік. Бірақ сөзден құралған табынарым. Өте оңай, қысқа, мұқият қарап отырыңыз. Ең алдымен та деген буынды 7-ші пернені 1-ші саусақпен ұстап тұрып, төмен, жоғары 3 қағысымызды қағамыз. Та. Келесі Б деген буынды енді кішкентай саусақпен 9-ші пернені ұстап тұрып айтамыз. Бас бармақ 7-нің жоғары жағында тұра береді. Енді осы жерде 2 қағыс қағамыз. Б. На деген буынды енді қайтадан 7-ге барып айтамыз. 7-ні 2-ші саусақпен ұстаймыз. Енді 1 қағыс қағамыз. На. Ең соңғы рым деген буынды айтатын кезде енді 6-ші пернені 1-ші саусақпен ұстап тұрамыз. Осы жерде тұрып төмен, жоғары 3 қағысымызды 2 рет қағамыз. Сонда жалпы 6 қағыс қағамыз. Осылай. Сізге түсінікті болды деген ойдамын. Енді бәрін түгел тартып көрсетемін. Мұқият қарап отырыңыз. Ең соңғы қатар. Үнемі төмен, жоғары 3 қағыс қағып отырмыз. Соған мән беріңіз, шатасып кетпей, дұрыстап тартыңыз. Енді сізге түсінікті болу үшін біз бірінші шумақты толық домбыраға салдық. Осыны түгел тартып көрсетемін. Мұқият қарап отырыңыз. Әуеніне мұқият мән беріңіз. Жалпы мінекей, бірінші шумақ осымен аяқталды. Сіз түгелдей бірінші шумақты домбыраға салдыңыз. Жалпы әнде 3 шумақ бар. Соның сіз біріншісін домбыраға салдыңыз. Енді қалған екеуі дәл осы әуенді қайталау болады. Осы бір әуен, тартқан әуеніміз қайталана береді. Тек сөздері ғана басқаша. Соны дұрыстап орнына қойып айтсаңыз болғаны. Осымен сіз әннің барлық шумағын домбыраға салып қойдыңыз. Мінекей әннің ортасына да келіп жеттік. Сіз әннің жартысын үйреніп қойдыңыз. Яғни 3 шумағын да домбыраға салдыңыз. Енді қайырмасы ғана қалды. Сізге есіңізге сала кетейін. Егер де менің арнама әлі де тіркелмеген болсаңыз, дәл қазір видеоның астында тұрған подписаться деген кнопканы басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыз. Әр апта сайын осындай сіздер өтінген қазақша әндерге менің арнамда видео сабақтар шығып отырады. Барлығы осындай түсінікті қазақтың домбырасына қолдау білдіріңіз. Менің арнамды қолдап, лайк басып, комментарий жаза отырыңыз. Ендеше әннің қайырмасын үйренуді бастайық. Жалпы қайырма 6 қатардан құралған екен. Оның бірінші қатарындағы сөздері: анашым шалқып күлсең. Осыны домбыраға саламыз. Ең алдымен А деген буынды 6-шы пернені 1-ші саусақпен ұстап тұрып, 1 қағыс қағып айтамыз. А. На деген буынды енді 11-ші пернені 1-ші саусақпен ұстап тұрып, 1 қағыс қағып айтамыз. Мінекей 11. На. Шым деген буынды енді 13-ші пернені кішкентай саусақпен ұстап тұрып айтамыз. Мінекей 13, ал бас бармақ 11-дің жоғары жағында тұра береді. Осылай. Енді 1 қағыс қағамыз. Шым. Шал деген буынды енді 14-ші пернеге қарай жылжимыз. 14-ші перне мінекей. Оны кішкентай 2-ші саусақпен ұстаймыз. Осылай. Және 1 қағыс қағамыз. Шал. Қып деген буынды енді қайтадан 13-ке барып айтамыз. Мінекей 13. Енді оны 1-ші саусақпен ұстадық. 1 қағыс қағамыз. Қып. Күл деген буынды айтатын кезде 11-ге қарай жылжимыз. Мінекей 11-ші перне.
осыны бірінші саусақпен ұстап бір қағыс қағамыз. Күл. Және ең соңғы сең деген буынды айтатын кезде қайтадан 14-ші пернені ұстаймыз. Бұл жолы 14-ші пернені біз кішкентай саусақпен ұстаймыз. Мінекей, ал бас бармақ 11-ші перненің жоғары жағындағы шекті осылай басып тұрады. Мұқият болыңыз. Енді осы жерде тұрып біз төмен, жоғары 3 қағысымызды 2 рет қағамыз, сонда жалпы 6 қағыс қағамыз. Осылай астына түскен сайын қаттырақ айқайлау керек болады. Енді ары қарай үйретемін. Бірінші қатар осымен аяқталды. Бір рет толық тартып көрсетемін, мұқият қарап отырыңыз. Осылай. Бірінші қатар осымен аяқталды. Енді екінші қатарға көшейік. Оның сөздері: алдымда ұзақ жүрсең. Бұл қатар домбыраға салу өте оңай, себебі дәл қазір ғана тартқан, үйренген бірінші қатардың әуені сол қайталанады. Яғни ең соңына ғана бір ғана пернесін басқанда өзгешелік бар, бірақ қалған басының бәрін қайталаймыз. Алдымда ұзақ жүрсең деген сөздер былай болады. Сонда дәл жаңа қатар қайталанады. Алтын ұстаймыз бірінші, бір қағыс, ал одан кейін дым деген буынды айтатын кезде қайтадан 11-ге барамыз жаңағыдай, бір қағыс ұстаймыз бірінші саусақпен. Дым, да дегенді басатын кезде 13-ті ұстаймыз, кішкентай саусақпен бір қағыс. Да, о деген буынды айтатын кезде 14-ті ұстаймыз жаңағыдай, екінші саусақпен бір қағыс. О, зақ деген буынды айтатын кезде тағы да 13-ті ұстаймыз, бірінші саусақпен бір қағыс. Зақ. Жүр деген буынды айтатын кезде енді тағы да 14-ті ұстаймыз, екінші саусақпен бір қағыс. Жүр. Және ең соңғы осы пернені басқанда ғана өзгешелік бар. Жаңа біз сең деп қайтадан 14-ті ұстап тұрған едік, ал бұл жолы сең деген сөзді айтатын кезде 11-ші пернені ұстаймыз, бірінші саусақпен төмен, жоғары 3 қағысымызды 2 рет қағамыз, сонда жалпы 6 қағыс қағамыз. Сең. Яғни жүр, сең деген буынында ғана осылай өзгешелік бар. Қалған басының бәрі жаңа қатар қайталанады. Енді сізге түгел тартып көрсетемін. Екінші қатар мұқият қарап отырыңыз. Осылай. Түсінікті болды деген ойдамын. Енді келесі қатар, үшінші қатар, сөздері: жүрегім жыр толғайды. Өте оңай, бұлар енді мұқият қарап отырыңыз. Тек осы алғашқы екі қатарында ғана астына түскен соң қиындау болды. Енді қалғандары оңай. Келесі ж деген буынды 6-шы пернені бірінші саусақпен ұстап тұрып, бір қағыс қағып айтамыз. Ж. Ре деген буынды айтатын кезде 7-ші пернені ұстаймыз, екінші саусақпен бір қағыс. Ре. Келесі гім, жыр деген буындарды 9-ші пернені кішкентай саусақпен ұстап тұрып, ал бас бармақ шетінің жоғары жағында 2 қағыс қағып айтамыз. Гім, жыр. Тол деген буынды айтатын кезде 7-ші пернені екінші саусақпен ұстаймыз, бір қағыс қағамыз. Тол. Ғай деген буынды айтатын кезде 6-шы пернені ұстаймыз, бірінші саусақпен бір қағыс. Ғай. Д деген ең соңғы буынды айтатын кезде 7-ші пернені ұстаймыз, бірінші саусақпен, және осы жерде тұрып төмен, жоғары 3 қағысымызды 2 рет қағамыз, сонда жалпы 6 қағыс қағамыз. Д. Осылай. Сонда жалпы түгел тартқанда былай болады, мұқият қарап отырыңыз. Жүрегім жыр толғайды. Осылай. Енді келесі қатар көңілім ортаймайды. Осыны домбыраға саламыз, мұқият қарап отырыңыз. Ең алдымен кө деген буынды 4-ші пернені бірінші саусақпен ұстап тұрып, бір қағыс қағып айтамыз.
ң деген буынды енді 6-шы пернені 1-ші саусақпен ұстап, бір қағыс қағып айтамыз. ң. Лім деген буынды айтатын кезде 7-ші пернені 2-ші саусақпен ұстап, бір қағыс қағып айтамыз. Лім. Ор деген буынды айтатын кезде енді 11-ші пернені кішкентай саусақпен ұстап айтамыз. Мінекей. Ал бас бармақ 9-шы перненің жоғары жағында осылай тұра береді және бір қағыс қағамыз осы жерде. Ор. Тай деген буынды айтатын кезде енді 9-шы пернені 1-ші саусақпен ұстаймыз, бір қағыс қағамыз. Тай. Май деген буынды айтатын кезде енді 7-ші пернені 1-ші саусақпен ұстаймыз, бір қағыс қағамыз. Май. Ең соңғы д деген буынды айтатын кезде 6-шы пернені 1-ші саусақпен ұстап, төмен жоғары 3 қағысымызды 2 рет қағамыз, сонда жалпы 6 қағыс қағамыз. Д. Осылай. Сізге түсінікті болу үшін тағы да бір рет толық орындап көрсетемін. Көңілім ортаймайды. Мұқият қарап отырыңыз. Көңілім ортаймайды. Осылай. Түсінікті болды деген ойдамын. Енді келесі қатар өте керемет сөздері. Анасы бар адамдар. Осыны домбыраға саламыз. Ең алдымен А деген буынды 1-ші пернені 1-ші саусақпен ұстап тұрып, бір қағыс қағып айтамыз. А. На деген буынды айтатын кезде 2-ші пернені 2-ші саусақпен ұстаймыз, бір қағыс. На. Келесі С бар деген буындарды кішкентай саусақпен 4-ші пернені ұстап тұрып айтамыз. 2 қағыс қағамыз. Осылай. Бас бармақ 2-нің жоғары жағында. 2 қағыс. С бар. А деген буынды 2-ші пернені 1-ші саусақпен ұстап, бір қағыс қағып айтамыз. А. Дам деген буынды айтатын кезде 1-ші пернені 1-ші саусақпен ұстаймыз, бір қағыс қағамыз. Дам. Және ең соңғы дар деген буынды айтатын кезде 7-ші пернені 2-ші саусақпен ұстап тұрып, төмен жоғары 3 қағысымызды 2 рет қағамыз, сонда жалпы 6 қағыс қағамыз. Дар. Осылай. Сізге түсінікті болып деген ойдамын. Енді түгел тартып көрсетемін. Мұқият қарап отырыңыз. Анасы бар адам. Осылай. Түсінікті болды деген ойдамын. Енді келесі ең соңғы қатар. Сөздері өте керемет. Еш қашан қартаймайды. Осыны домбыраға саламыз. Ең алдымен еш деген буынды 6-шы пернені 1-ші саусақпен ұстап тұрып, бір қағыс қағып айтамыз. Еш. Қа деген буынды 4-ші пернені 1-ші саусақпен ұстап тұрып, бір қағыс қағып айтамыз. Қа. Шан деген буынды 2-ші пернені 1-ші саусақпен ұстап тұрып, бір қағыс қағып айтамыз. Шан. Қар деген буынды 1-ші пернені 1-ші саусақпен ұстап тұрып, бір қағыс қағып айтамыз. Қар. Тай деген буынды енді 2-ші пернені 1-ші саусақпен ұстап тұрып, бір қағыс қағып айтамыз. Тай. Май деген буынды 1-ші пернені 1-ші саусақпен ұстаймыз, бір қағыс қағамыз. Май. Д деген ең соңғы буынды айтатын кезде негізі ашық ортаны ұстаймыз былай. Д. Ал егер ашық ортаны ұстай алмайтын болсаңыз, жай ғана ашық 6 қағыс ойнаймыз. Төмен жоғары 3 қағысымызды 2 рет ойнаймыз. Осылай. Сізге түсінікті болды деген ойдамын. Жалпы ең соңғы қатары бұлай болады. Мұқият қарап отырыңыз. Еш қашан қартаймайды. Мінекей,
осымен сіз қайырманы түгел домбыраға салдыңыз. Сізге түсінікті болу үшін бір рет толық орындап көрсетейін, мұны да мұқият қарап отырыңыз. Мінекей, қайырмасы дәл осылай тартсаңыз болды. Осымен сіз қайырманы түгел домбыраға салдыңыз. Құттықтаймын. Ән 1-2 минут уақытыңызды бөліп, видеоны соңына дейін көріңіз. Әннің айтылуына, құрылымына мән беріп тыңдай кетіңіз. Ең бірінші әнді орындаған кезде прогресс деген нәрсені ойнаймыз. Яғни бастапқы бір әуенді ойнаймыз. Сөз айтпай, ол әуен біздің дәл қайырма болады. Қайырманың ең соңғы 2 қатарын немесе түгел ойнасаңыз да болады. Осымен прогресс бірінші кетті. Енді келесі бірінші шумақты, бірінші куплетті ойнаймыз. Одан кейін қайырманы түгел ойнаймыз. Ең соңғы 2 қатарын қайталап ойнаймыз. Одан кейін екінші шумақ, одан кейін тағы да қайырма, оның ең соңғы 2 шумағын қайталап ойнаймыз. 2 қатарын. Одан кейін тағы да арасында прогресс ойнаймыз. Одан кейін үшінші шумақ, одан кейін қайырманы 2 рет қайталап ойнасаңыз да болады. Және ең соңғы 2 қатарын тағы да қайталап ойнауды ұмытпаңыз. Осымен жалпы әнді осылай орындасаңыз өте керемет болады. Анашым атты өте керемет әнді домбырада толық тартып үйрене алдыңыз деген үміттемін. Аналарыңыз аман болсын. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін көп-көп рахмет. Әлі де тіркелмеген болсаңыз, дәл қазір тіркелуді ұмытпаңыз. Әр апта сайын осындай видео сабақтар шығып отырады. Қазақтың домбырасын бірге таныта берейік. Домбыраны насихаттайтын арнаның 1 миллион подписчикке жетуіне өз үлесіңізді қоса кетіңіз. Егер домбыра тартқысы келетін достарыңыз, таныстарыңыз болса, міндетті түрде менің видео сабақтарымды таратуды ұмытпаңыз. Соңына дейін көрген үшін рахмет. Келесі видеода кездескенше сау болыңыз.